Бүгін керемет күн болып тұр. Салқын ауа райы әдемі. Бүгін керемет бұл Шымкент қаласында бұндай сұрақтардан ешқандай сабақ өтілмеген. Жаңадан біздің сабағымыз керемет сабақ, жаңа серіктесті қалай шақырсам болады деген тақырыпта біздің керемет Кризалиц атының қол корпорациясының изумруды, мықты мотиватор, мықты көшбасшы Жаназарова Гүлжан ханымды шақырсаңыздар. Рахмет баршаңызға. Осы сабақты тыңдаймын, осы жерден өзіме керекті бір нәрсені аламын деп келгеніңізге үлкен рахмет. Енді бүгінгі сабақ мен ойлаймын, осы MLM бизнеске келген адамдардың 100%-ына керекті сұрақ. Келген кезде осы жаңа серіктесті қалай шақырамыз? Келген адам келеді ғой, мысалға, осы сетевой бизнеске, MLM бизнеске, яғни ол жерде обязательно біреуді шақыру керек, тіркеу керек деген сияқты, сондай кезде ақша жүреді, табыс болады дегенде. Енді осы сұрақты 100% адам өз-өзіне қояды. Қалай мен жаңа серіктесті өзіме шақырам, қалай команда құрамын деп. Енді кеше мен негізінде Әйгерім ханым айтқан кезде осы тақырыпта өтейін дедім. Себебі бізде продукция жөнінде, басқа жөнінде көптеген сабақтар болып жатыр. Бірақ аспанда өте актуальный тема осы қазіргі уақытта. Енді бүгін біздің сабағымыз сәл ерекше өтсекен деп жатырмыз. Тек қана мен емес, бәріміз қосылып өтеміз. Ол қайда шықты десеңіздер, кеше Әйгерім ханым чатқа жазған кезде сұрақ-жауап болады деп. Жазды ғой сұрақ-жауап, яғни оны бәріміз біргелесіп істейміз еді. Жаңа серіктесті қалай шақырамыз, оны қайдан табамыз. Бұл жерде енді бәріміз біргелесіп, бір команда болып, өзіміз біргелесіп табамыз, біргелесіп айтамыз, бірге шақырамыз. Қолдайсыздар ғой, иә? Себебі көбінесе сабақта көп адамдар ұйықтап отырады, не екенін түсінбейді. Енді бұл мысалға қарайтын болсаңыздар, жаңа серіктесті қайдан табамын дегеннің өзінде миды қозғау керек адам. Миды қозғау керек, ми соған жауап беру керек. Сол себепті барлықтарымыз бүгін миды қозғаймыз, жақсылап тұрып, оны қайдан табамыз, оны қайдан, оған не деп айтамыз, барлықтарымыздың ойларымыз өте маңызды. Бәріміз бірге өтеміз. Жаңа қолдарымыз да бар. Жаңа қолымыз. Серіктес емес. Серіктес емес. Келген ғой. Жаңа қонағымыз да бар екен. Сіздер бізге қосылуыңызға болады. Осы отырған партнерлар қонақтың арасында белсене қатысып, активно қатысып отырған адамдарға арнайы сыйлығымыз да бар. Сыйлығымыз да бар. Сол үшін активно қосылып, өздеріңіздің ой бөлістеріңізді айтып отырыңыздар. Біргелесіп осы бүгін сабақты жақсы өткізейік. Енді бәріміз бірге өткізгеннен кейін бір танысып алсақ. Мен есімім Гүлжан Жаназарова, құқық корпорациясының изумруд статусындағы партнер боламын. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Есімім Еркін, мен класс партнер, корпорация Швецияда. Швецияда мұғалім таныс көрінде. Мен Қабылбек Эльмира, Сафир, компания «Құқық». Мен есімім Қанат Қабылбек, Сафир компания, корпорация «Құқық». Саламатсыздар ма? Менің есімім Мария Қайназарова, спец представитель жұмысында атқарған «Құқық» компаниясында 2 жыл болды жұмыс істеп жатқаныма. Изумруд компания. Менің есімім Жоласбекова Гүлмира, мен Олимпиадалық директорлық саласында жұмыс жасаймын. Қазіргі таңда массажда 2 жыл. VIP партнер. VIP партнер.
Келесі. Сәлем сіздерге. Қайырлы күн, менің есімім Айгерім. Қызажет салды. Бұл корпорациясының измұры. Саламатсыздар ма? Есімім Гүлмира, бүйік партнер, Қызажет салды. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Алина, Қызажет салды, бүйік партнер. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Асим, бүйік партнер, Қызажет салды. Сіз өзіңіз таныстырып жіберіңіз. Саламатсыздар ма? Менің атым Мұхан. Тоже партнер. Айтайын ба? Айтпақ Мен есімім Жансая, Қызажет салды, статус измұры. Енді бүгін біздің тақырыбымыз жаңа серіктестікті қалай шақырамыз деп келген кезде сұрақ қоямыз, иә? Енді осы жаңа серіктестікті қалай шақыру үшін бізге өзімізге сұрақ қойған кезде ол бірінші серіктестікті шақырмас болып бірінші серіктестікті тауып алу керек. Иә, дұрыс қой, адамды тауып алу керек. Ол адам кім деп, оны қайдан табамын, ол адам маған қайдан келеді деген сұрақты қою керек. Шақыру үшін бірінші ол адам табу керек. Тапқаннан кейін барып ол адамға айту керек. Дұрыс қой, иә? Дұрыс. Енді ол адамдарды біз қайдан табамыз? Біз мысалға қазір өмірде бүйтіп алып қарайтын болсақ, адамдарды, халықты екіге бөліп алып. Сонда бізге ол адамдарды табу оңайырақ болады. Болашақ серіктестікті табу оңайырақ болады. Яғни адамдарды. Не үшін бірінші тауып алу керек ондай адамдарды? Себебі біз мысалға жұмыс істейтін кезде біз если жүріп түсетін болсақ, айтатын адамымызға, міне осы адамды айтсам, міне осы адам точно менің партнерім болады деп бірінші реттеп алсақ сол адамдарды, сосын ол тезірек бізге партнер болады. Ал если біз бас жоқ, аяқ жоқ, керек емесіне де бәрін жақтай айта беретін болсақ, ол біздің уақытымызды просто ұзаққа созып жібереді. Сол себепті бірінші біз анықтап алуымыз керек. Маған болашақта партнер болатын адам кім? Оны қайдан аламын деп анықтап алуымыз керек. Біз енді мен өзім екі бөлікке, енді өзімнің оқығанымнан естігенде екі бөлікке бөлеміз адамды. Жеке адамның өзі, жеке адам. Қазір оның барлығын реттейміз. Жеке адамға адам, яғни ешқандай кәсіпкер емес, жеке тұлғада, жеке адам. Сосын кәсіпкер. Кәсіпкер, яғни ол қандай да бір бизнесі бар, жеке кәсіп бар, сондай адамдар. Осы адамдардың ішінде еді. Біз өзіміздің серіктесімізді іздеп табуымыз керек. Жеке адам, оған кім кіреді? Мысалы айтатын болсақ, пенсионерлер. Кіреді ма пенсионерлер? Иә. Пенсионерлер кіреді. Тағы кім кіреді? Үйде отырған аналар. Үйде отырған дала хозяйка. Сосын тағы кім кіреді? Жұмыссыз жүргендер, дұрыс. Жұмыссыздар. Сосын тағы кім кіреді? Студенттер, иә, кіреді студенттер. Тағы кім кіреді? Айжан ханым. Қосымша жұмыс ретінде алып жүр. Жұмыссыздар, иә, жұмыссыздар. Ауыр жұмыстан шығып кеткендер. Ауырғанда, қандай да бір ауру бар, қандай да бір диагнозы қойылған, жаңағы учетта тұратын ауырып жүрген адамдар. Иә, адамдар. Сосын тағы да кім береді оған? 8 жасқа толды. Пенсия шыққанда. Кім береді? Қосымша табыстар түсіп келеді. Жұмыссыздар, или жұмыс істеп жүр, тағы екінші қосымша. Тағы да сетевиктер.
сетевиктер, сосын блогерлер. Ол қандай да бір оларда жаңағыдай жұмыс өзі бар, блогерлер. Олар өзімен өзі істеп жүрген адамдар, иә. Енді кәсіпкерлерге кім жатады? Біз кәсіпкердің арасынан кімдерді осы біздің аппарат сол адамдарға тиімді, сол адамды алып, өзіне қолданса, өзі содан нәтиже көрсе, яғни одан өзі табыс таба алатындай адамдарды іздейміз. Олар кімдер? Медик. Массажистер, дәрігерлер, жеке клиникасы бар, дұрыс дәрігерлер, Жеке клиникасы бар. магазин, клиника, сосын Магазинде барлық кісілерді алып үйінен. магазин, жеке кәсіпкер олар, кәсіпкерлер, клиникасы барлар, дәрігерлер, тақымдер, гинекологтар, косметологтар, косметологтар, тағы бар. Біздің аппарат тағы да осындай кәсіп жасайтындардың кімге тиімді салоны барлар. Сосын спа салондары. Сосын тағы да тренерлер. Тренажер залы бар дейсіз. Тағы да кімдер? Үйге, әр үйге. Бейшілер? Әр үйге керек. Бейшілер. Кәсіпкерлер шығаруға да болады ма? Бейшілер. Сосын Дальнобойщиктер, жаңағы таксисттер, бәрі кешке жақын шашқан кезі бар. бұл жерде бүйтіп жаза беретін болса, Көбейіп шыға береді. өте көп, сол үшін бәріне керек. Біздің аппарат негізінде бәріне керек аппарат. Әрбір үйде тұруға, ол жерде жазып қойған, бұл специальный бар адамға ғана, домашний доктор ретінде бәрбір адам өзіне қолдана алуға болады. Негізінде болашақта бұл аппараттар барлық үйде тұрады, 100% үйде болады. Бірақ енді дәл қазіргі уақытта 100% шықпай тұр, соны болашақта 100%-ға жеткізу мақсатында осы жұмыстарды жасаймыз. Осы кімге керекті бірінші адамдарды тауып аламыз, бұл арғыра созылып, арғыра кете беру мүмкін, көп енді барлық адамдарға керек. Енді бізде адамдар тауып алды, кімдерге керек. Енді осы адамдардың арасынан бұл адамдарға пайдасы бар ма? Қандай пайдасы бар? Пайдасын жазамыз енді. Қазақстаннан сәлем. Сіздер мысалға аппарат сататын кезде ең бірінші ақша төлейсіздер. Міне осымен осыған алсам, осы ақша төлеп, осыған таппесем, осындай не шығады. Ол негізі дұрыс емес. Сіз если сол айтып жатқан адамыңызға соның пайдасын тауып беретін болсаңыз, сізге сол адамды тезірек тіркеуге сіз мүмкіндік аласыз. Соның сіз бойын тауып алатын болсаңыз, оның бойы қандай болуы мүмкін? Мысалға, жеке адам, пенсионердің, біз пенсионерге қандай пайда бере аламыз? Пенсионер кісі, осы біздің аппаратты алған кезде, ол не пайда, өзіне не пайда алады? Оған неге керек? Бірінші осы пенсионерлер денсаулығына. Пайдасы денсаулығына. Денсаулық, иә? Дама хозяйкаға не үшін керек бұл? Балалардан өзінде үйде отырғанда бәрі шашайды. Баланы отырған нервный болып кетеді, таксилер болып кетеді деген ғой. Дұрыс, енді жұмыссыз адамға бұл не үшін керек? Жұмыссыз адам қайдан жұмыс істесе? Бұл нәрсе аппарат жасап ол жұмыс істейді да, ол келешекте де клиенттер табады дегендей. Дұрыс, өте дұрыс. Студентке не үшін керек? Студенттерге сол ақша табу үшін бұл өніммен жұмыс жасау, денсаулық, табыс көзі дама хозяйкаге мысалға өзін-өзі
өзінің сұлулығын өзінің не деп отырмын, иә? Соған керек өзінің. Студенттерге не үшін керек бұл табыс? Студенттерге Ақша табу үшін. табу үшін студенттерге орта, сосын студенттерге білімін арттыруға керек. Өзін дамуға. Даму, білім, орта дегенді біз даму хозяйкеге қоссақ та болады. Даму хозяйкеге көбінесе үйде отырған жұмыссыз. Мысалға жұмыссызға да қоссақ болады. Жұмыс үйде отырған адамдарға орта керек. Сол үшін біз ұсынатын адамның біз бойын анықтап алуымыз керек. Кімге бұл не үшін керек? Сол кезде сіздердің оларға айтатын өнімдеріңіз өтімді болады. Чем оған керек емес нәрсені айтқаннан көрі, оның бойын анықтап алып, сосын айтатын болсаңыздар, тез сіздің уақытыңызда тезірек болады, оның миына да қонымды болады. Себебі оған керек нәрсе. Сетевиктерге не үшін керек? Сетевиктерге просто айтқандар емес, табыс көзін іздеп жүрген адамдар. Сосын ең жақсы качественный компанияны сізден Өзі басты. Сетевиктерге көп сетевик компанияларда, мысалға өзінің өндірісі жоқ, өзінің продукциясы жоқ, өзінің заводы жоқ, ешқандай. Олар сетевиктер көбінесе біреудің затын алып, MLM программасына қосып сатады. Именно сетевиктерге бұның пайдасы, бұның заңды түрде сертификатталған, бренд атағы берілген, өзінің продукциясы бар, гектарлаған жері бар, өндіретін фабрикалары бар, оқытатын колледждері бар, мықты мамандары бар. Мысалға, бүткіл әлемге тараған, қазіргі таңда 96 мемлекетпен жұмыс жасап жатқан бренд корпорация болып табылғаннан кейін сетевиктерге өте пайдасы зор. Чем қалай болса солай әр нәрсені бір сатқаннан көрі, осы бренд компаниямен жұмыс жасаған тоже пайдасы. Бренд. Енді блогерлерге не пайдасы бар бұның? Известный болып Вот, мына. Дұрыс айттыңыз. Мысалға, блогерлер не жарнамалайды? Үйін жарнамалайды, қайда барып, тамақ ішкен жарнамалайды, ананы жарнамалайды, мысалы қорасын жарнамалайды. Жарнамалағаннан кейін олар атақты болады. Енді бұл жерде мысалға адамның денсаулығына керекті мықты продукция бар, өте мықты аппаратура бар. Соны жарнамалау арқылы бүткіл әлемге шығуға болатын мүмкіндік бар. Яғни танымал болуға тырысып жүрген адамдар болса, пожалуйста, бар мүмкіндікті бізге беріп қойған. Айтта танымал бола береді. Өте керек. Массажистерге не үшін керек? Мысалы, қолмен жасайтын массажистерге не үшін керек? Мысалға, қолмен массаж жасаған, қазіргі таңда осы аппаратты алып, өзіңіз айтсаңыз болады? Мен өзім үшін алдым. Өзімнің денсаулығым үшін алдым да. Мысалы, мен жатқан адамның энергиясын алмау үшін бұл аппарат өзі тауып өзі емдейді ғой. Сол үшін мен ана күшімді, қалай айтсам болады, күшімді кетіргімемейтін деп айтамын, сондай. Мысалға, массаж энергия арғы жылын күш қуат таусылады. Оған көптеген энергия келіп, сосын тағы да бір массажистердің оған қызығатыны результат береді. Мысалы, қолмен жасалынатын массажда результат бере алмайды. Мен айтамын, массаж деген адам өзін-өзі тауыстады. Аузының бәрі өзінде қалады. Қолын, аяғын ауырады. Я тоже очень любила точечный массаж. Қытайдан келген нүктелі массажды оқытып 150 мың төлеп. Нүктелерді тауып жұлап, бірақ оған қанша қара терін кетеді. Күшін кетеді, энергия, жаман энергиясын бәрі өзінде бар. аяқ ауырса, ертең бұны бұл мысалға жасап жатқан ғой. Жас өзін сосын бір тағы плюсы бар. Результат это сама по себе. Өзің дердейсің ба, ақшасы еще артында команда. Команда, дәрігерлерге. Эффективный лечение. Неге? Не үшін керек? Клиникаға не үшін керек? Клиникаға. Эффективное лечение бренд аппарат. Клиникаларға, мысалы клиникада әртүрлі
процедуралар көп қойған. Мысалы, ол қайталана береді. Әр клиникаға барсаң, біреуде массаж бар, біреуде банк бар, релаксация бар, анау бар. Соның бәрін бір алып шығады. Анаға алып шығады, мынау үлкен массаж кабинеті бар, процедурный кабинеті бар, анаға барасың. Өзгеше ештеңе жоқ. Мынау өзгешелігін алып келеді. Мысалға, бұл қазіргі таңда клиникаларға, дәрігерлерге қазіргі таңда хит болып жатқан массаждың бір түрі. Себебі бұл массаж БМ аппаратымен жасалынатын массаж өте жақсы результаттар береді. Сол себепті осындай мысалға бізге де массажға келген кезде мен осыны санаториядан алғанмын бұрын деп сүйсініп айтып жатыр. Осындай екен ғой, мен бұрын алған бұл күшті керемет нәрсе деген сияқты. Клиникалар өзінің табысын арттыру үшін бұны қолданса болады. Яғни адам клиенттерді өзіне шақыру мақсатында, өзгешелену мақсатында клиникалар алса болады. Косметологтар, гинекологтар, гинекологтарға мысалға не үшін керек? Матка жері үшін. Өте дұрыс айтасыз, әйел қан бар, мысалға гинекологтар, простатит өте жақсы бермейді. Опущение матки, недержание мочи, бүйрек, мысалға женский жақта проблемалар. Мысалы, Эльмира ханым мықты маман, өткенде 12-ші әйел көтере алмай жүрген 12-ші әйел босанып, сүйінші ғана сұрап жатыр. Мысалға, гинекологтар оны көп гинекологтар ондай нәрсе істей алмайды. Біздің аппаратпен осындай мүмкіндік бар. Яғни көтере алмай жүрген әйелдерге, видео әйелдерге және видео еркектерге көмектесуге мүмкіндік бар. Гинекологтар, урологтар, косметологтар, салонға не үшін керек? Мысалға, ультразвуковой тасымалымен бетін текстеуге, мысалға, ботекс салады, ана салады, мысалға, ертең бұндан оның последствиясы салады, витамин салады, ал бұл жерде натуральный бетіндегі қандарыңды, бұлшықеттеріңді массаж жасау арқылы салондар өте жақсы результатқа шығарады. Спа салондары тоже адам, мысалға, жаны мен тәні демалу үшін спа салонға барады. Сол жерде рахаттанып, мысалға, тим аппаратымыз бар, тоже босанып келген әйелдер, өзіне күтетін әйелдер спа салонға барып, пустероловый массаж алады. Мысалға, максим төмен түсіп кетеді, жамбасынан қисайып кетеді, омыртқалар қисайып кетеді. Сол жерде спа салонға барып, спа салонның ішіне жып кіргізіп қойса, пожалуйста, пустероловый массаж и термотерапия, жама шілде терін шығару. Тоже тренерлер тез қалпына келтіру үшін спортсмендер тоже бұлшықеттер біз массаж жасап жатқанда біз 6 километрге жүгіріп дегенмен бірдей бізде қан айналым болады. Бұлшықеттер жұмыс жасайды. Тоже спортсмендерге керекті. Бишілер өзінің тұла бойын фигурасын реттеп алуға әрі энергетикасын көтеруге өте мощный аппараттардың бірі. Бұны тоже пайдасын жаза берсек өте көп. Міне, бірінші осылар анықтап аламыз, жеке адам, кәсіпкер, сосын оның пайдасы дегенді анықтап аламыз. Одан кейін менде жоқ қазір. Енді осыны анықтап алып, енді бізге оңайырақ болады да. Өйстіп анықтап, ровно істеп алатын болсақ, схема бойынша бізге әркімге бір бар айта бергеннен гөрі, міне осы адамға мынау үшін керек, адамға мынау үшін керек деп анықтап алатын болсақ, бізге оңайырақ болады. Мысалға, бізде мощный аппараттар, мощный продукцияларда не үшін оны айтпасқа? Мысалға да, не үшін айтпасқа? Мысалға, сахармен ауыратын адамдар. Бұл адамдарды енді біз қайдан табамыз? Ол біздің кіміміз болуы мүмкін. Мысалға, көршіміз. Қайдан табамыз? Көршілермен гәп шай ойнайды. Көршілердің кеше бірінші өзім рекламамды айтып, келіңдер, бесплатный массаж деп шақырып. Көршілер, сосын бауырлар, сосын ағайымыз, дос, класстастар, баластар,
Иә, ауылдар. Әріптестер. Әріптестер. Сосын Остановкада отырып таныса беретін болды. коллектив әріптестер, иә. Холодный контракт. Иә. Әріптестер. Иә, өзіміздің жаңағыдегі танып көріп жүрген адамдарымыз, иә. Сіздің көршіңіз, жаңағыдегі айтып жатқан сөзім сахармен ауырады, көршіңіз, иә. Сахарный диабетпен ауырады, сахарный диабетті білесіздер, олар семейный ауырады. Себебі ол ген арқылы беріледі. Мысалға әкесінен қызынан баласына кете береді, немересіне. Болмаса шешесінен қызынан баласына немересіне кете береді. Бір үйде полный, мысалға сахармен ауыратын адамдар өте көп. Ол сахармен ауыратын адамдар көбінесе инсулин қабылдайды, иә? Инсулин. Тоқтаусыз инсулин қабылдайды. Оның последствиясы қалай сіз келесіз? Последствиясы мысалға сахарный диабетиктердің последствиясы қандай? Өткінші аурулар. Қоян почка жетіспеушілік нервный системаны ұйқы без. Ең соңында неге алып келеді сахарный диабет? Өлімге алып келеді. Өлім қалай болады оларда? Сахарный диабетте мысалға қан шірейді, денесі шірейді, саусағы шірейді, кеседі, аяғы шірейді, кеседі, тізесіне дейін шірейді, кеседі. Осылай кеседі, шіріп, ол кісі аяқтың астында қайтыс болады. Мысалға сіздің сондай көршіңіз бар да, неге соған айтпасқа? Неге сіз мысалға сіз білесіз, мощный бізде аппарат бар екен, мощный продукция бар екен, ол сахардан солай тоқтаусыз өмірдің соңына дейін өзіне сатып алып, өзіне өзі массаж жасаса, ол өмірді ұзартуға болады. Әрі инсулин қабылдамай, мысалы әкесі, баласы, қызы, бір үйден 3 адам алып көршіңіз жаңағы сахармен ауырады. Жасаса болады. Сол кісіге мысалға неге айтпасқа? Неге айтпасқа сондай адамға? Одан кейін мысалға сіздің бауырыңыз бар. Бауырыңыз. Болады ғой, бауырыңыз бар, үйінде ДЦП баласы бар. Дұрыс бар ма? Бар. Қазір ДЦП балдар өте көп. ДЦП, аутизм, ЗПР, ЗР өте көп қазір. Интернетті ашып қалсаңыз сонда іздеп жүрген аналар өте көп. Мысалға сіздің бауырыңыздың бір танысында сондай ДЦП баласы бар. ДЦП балдардың, мысалы кішкентай кезінде білінбейді. Көлік аппаратын ештеңе білмейді. Мысалға ер бала болатын болса, оның болашағын ойлайтын болсаңыздар, мысалға ол бала жүрмейді, коляскамен жүреді. Ол ер бала әсіресе. Оны көтеріп қоятын аппарат, оны қайталап келесіз, зімбетіне ер жігіт мысалға ше. Сондай болған жақсы ма, или мына аппаратты сатып алып, тоқтаусыз өзіне баласына массаж жасай отырып, ол бала жазылып, ертең күні үйленіп, үйлі жайлы болып кеткен жақсы ма? Конечно, жақсы. Мысалы соны бауырыңызға неге айтпасқа соны? Міне бізде осындай мощный аппарат бар, мощный продукция бар. Міне осыны алса бізде мысалға Эльмира ханым өте көп результаттар шығарады ДЦП балдардан. Біздің көз алдымызда Абай деген бала. Қандай болып келді? Кейін қазіргі уақытта қазір қандай? Өзі тұрып, өзі жүріп, өзі сөйлеп, сонда жақсы нәтижеге жетіп жатыр. Соларға неге айтпасқа? Мысалға, осылардың барлығында мынандай проблемалар бар. Проблемалар бар. Бәрінде, иә? Осының бәрінде, мына, тауып алсында, осының бәрінде осыны айтып жатыр. Бұл бірінші, бұл сіздердің тек қана сіздің сөйлесіп, танысып, білісіп жүрген адамдарыңыз. Енді бұл ары-қарай бұл тізім кете береді. Мысалға, көршілеріңіздің группаласы, коллективі, анаусы кете береді. Бауырларыңыздың тоже, наныңдар тоже, бәрінің адамы бар. Дұрыс па? Адам жоқ деген нәрсе жоқ бұл жерде. Адам жоқ деген. Мынаның барлығы адам. Надан тоже тақап кете береді адам. Надан да тоже тақап. Бұл жерде тұрда сіз көршіңізге түсіндіріп айтсаңыз болды. Көршіңіз өзінің бауырын айтады, әріптесін айтады, анаған айтады, мынаған айтады. Сіз гәпке барған кезде түсіндіріп айтсаңыз, ол тоже кетеді ары-қарай. Қазір біз бұны неден қалай түсіндіріп айту керек айтамыз қазір. Әріптесіңізге де коллективте барасыздар да отырып алып шай ішеміз мысалға, дұрыс па? Өсек айтамыз. Өсек айтқанша мысалы осыны айтыңыз. Міне бізде осындай результаттар болады, қандай болады. Ол есіне түсіреді. Менің андай нем бар еді ғой, мысалы грыжамен ауыратын адам бар еді ғой, мен соған айтсам болады екен ғой деген сияқты, ол есіне түсіреді да, ол несі одан ары-қарай кетеді. Сарафанный аудитория болып кетеді. Міне адамдардың бәрі қайтадан шығып жатыр. Енді осы адамдарға біз осындай
мықты корпорацияда жұмыс жасап жатқанымызды айтуымыз керек. Ең бірінші біздің қадамымыз тауып аламыз, кімге айту керек, кімге керектігін тауып аламыз, оның не дейді, бойын тауып аламыз. Оған не үшін керек? Мысалға, если сіз бойына дөп түспесеңіз, бойына қажеттілігіне дөп түспесеңіз, ол адам алмайды. Мысалға, денсаулығы мықты, жас, ақшасы бар, қора-қора малы бар, үйі бар, машинасы бар. Оған сіз барып, мынадан күшті табыс таба аласыз, бизнес десек, ол адам алмайды. Мен өзімді жұмысым бар. Оның бойын тауып алу керек. Бол дегеніміз бұл ішкі қажеттілік, ішкі қажеттілік, ішінде тұрған сезім, бол дейді, сезім. Какой-то бір несі болады, вот именно соны тауып алған кезде ол адам міндетті түрде алады. Себебі оның қажеттілігі сол. Сол қажеттілігін бізге тауып алу керек. Енді біз ол қажеттіліктерді тауып алу үшін 100% адам бізге өзінің қажеттіліктерін айтпайды. Дұрыс па? Менің осындай бір қажеттілігім бар еді, мен саған соны айтайын деп сіздерге никогда айтпайды. Сіз ол үшін, оның ішінде қажеттілігін сіз шығару үшін сіздер реклама жасайсыздар. Реклама. Екіншісі біздер реклама. Рекламаны кімдерге жасаймыз? Жарнама. Жарнама салайын. Жарнама. Ең бірінші, мысалға, біреулер келесі апта жарнама жаса десең, ойбай, мен ақшам жоқ, мен таргетке беру керек, ана бүйту керек па? Керек емес. Сіз тұрып жарнама жасайтын адамдарыңыз тұр, жарнама жасайтын болсаңыз. Айтыңыз балалардың барлығына. Осыдан арыға кете береді. Сосын бізде жарнама жасайтын өте мықты құралдар, доступны ол бізге негізінде ақшада кетпейді, ештеңеде кетпейді. Сіз сөйлеп те біле болмайсыз оған. WhatsApp статус. Мысалға сізде WhatsApp'та қанша? 300 адам бар дейік. 300 адам сізде контактіңізде бар WhatsApp'та. Тоже ол да жарнама бір түрі. 300 адамның ішінде сіз 100-ын ғана танисыз. 100 деген адамдар. Бауырыңыз, анауыңыз, мынауыңыз. 100 адамды ғана сіз танисыз. Қалған 200-ді танымайсыз. Ол адамдар қызмет көрсету арқылы, или сізге қызмет көрсету арқылы келген адамдар сіздің контактіңізде бар. Мысалы, кондеріңіз бұзылып қалды, кондер жөндейтін бала шағыңыз. Ол келіп сізге клеенің келіп береді, оның нөмірін сақтап қоясыз. Ремонт кондер деп жазып бересіз. Дұрыс па? Ол сіздің контактіңізде бар, бірақ сізден араласпайды. Сосын стиральный машинаңыз бұзылып қалды. Болмаса бір жерде кілем алу керек болды. Кілем алыңыз, оның нөмірін жазып қойыңыз, адаммен сөйлестіңіз. Сол сияқты контактыңыз 100-ын ғана танитын болсаңыз, қалған 200-ін сіз танымайсыз. Яғни, ол сізді сақтап қойған, және сіз оны сақтап қойған осындай, бірақ қандай да бір уақытта сіз онымен сөйлесіп, яғни көрісіп жүздескен адамдарыңыз, бірақ көбінесе қадағалап отырады. Именно сол осы 200 адам сізді қадағалап отырады. Сіз просто аласызда, мысалға, қазіргі болған видеоны алдыңызда WhatsApp-қа салып қойыңыз. WhatsApp-тың статусына салып қойыңыз. Или Instagram-ның сторисіне салып қойыңыз. Қазір дәл осы болған мысалға. Сізді мынау 200 адам көріп отыр. Ертеңгі күн мысалы біріншіден жазып кеткен адамның видеосы шығады, оны алдыңызда WhatsApp-қа салып қойыңыз. Сіздің жаңағыдегі мысалы кондерді жөндеп кеткен балаңыздың біріншісі ауруы мүмкін. Ол сізді күнде қарап отыр. Мынау не салады өзі, не істеп отыр мынау, не сабақ өтіп отыр мынау деп қарап отыратын адамдар бар. Байқайсыздар ма оны? Білесіздер ма? Ондай адамдар қарап отыратын. Сонда қарап отырады бір күні, мынау мен біріншіден ауырады, мынаған барайыншы десе, сізге жазады. Бұл не нәрсе, бұл қандай нәрсе? Мен осындай біріншіден ауырады, сізге барсам бола ма деген сияқты. Пожалуйста, тіледі. Одан кейін жаңағыдегі сіз мені салдыңыз ғой, мысалға адамдардың бәрі статусқа салыватсыз, мысалы қазір осы жерде отырғандардың обучениені салыватсыз. Мысалға Жансая ханым бізде өте сондай мені жақсы жүргізеді. Чем мысалға менің сөзімді айтып салғанын көріп, өздеріңізбен былай қосып, былайдан сөйледі ғой адамдар. Міне бізде осындай болып жатыр, бізде осындай обучение болып жатыр, міне мықты осындай не болып жатыр, андай болып жатыр деп салып статусыңызға қойсаңыз, біріншіден ол жерде сіз барсыз, сіз таниды ол кісі, сіз барсыз.
сіз арқылы мына жақты көреді да ол сондай елге ортаға қызығуы мүмкін. Мысалға біреу обучение өткісі келіп жүрген болуы мүмкін, таппай. Сөйтіп те сіз оның ойында тұрасыз постоянно. Ол себебі сіздің WhatsApp-ыңызды постоянно көріп отырады. Осы мынау көріп осындай обучение осындай нәрселер өтіп жүрген еді ғой деп ол сіздің ойыңыз, сол кісінің ойында тұрасыз сіз. Ертеңгі күні іздеген кезде ол кісі сізге хабарласады. Сосын Инстаграмда да тоже жақсы мүмкіндік. Инстаграмда тоже жақсы адамдар келеді, себебі қазіргі таңда бұл хит болып жатқаннан кейін іздейді Инстаграмда. Мысалы Жансая ханымды Инстаграмдан өзі тауып, Амина ханым келген, дұрыс па? Инстаграмдан көріп, мысалы партнер болды. Балзина ханым қолын көтеріп жатыр. Балзина ханым Инстаграмдан көріп маған келді. Мысалы сол сияқты бұл да жарнаманың бір түрі. Инстаграмды ашып қойыңыз, сізден ешкім сұрап жатқан жоқ. Азанда тұрыңызда, міне мен офиске шықтым, міне біздің офисіміз бір неден көштік, жаңадан осылай офис алдық, міне бізде мынандай обучение болып жатыр деп жарнамалай беріңіз, болды. Просто адамдар сіздерді көріп, ертеңгі күні келетін болады. Жарнамалау, иә? Жарнамалау бұл WhatsApp, жазып алыңыздар. WhatsApp, Instagram, тағы не TikTok. TikTok қазіргі таңда хит болып жатқан. TikTok'та тоже. Facebook менен де. Instagram. Facebook. Осындай желі арқылы өздеріңізді танысаңыздар болады. Желі арқылы. Осындай адамдарды тауып алды, рекламаны жасап тастады, сізге қызығы барды, енді жайлап сізден сұрай бастайды. Ол не? Арқылай не істейміз еді? Кім айтады? Амина ханым не істейміз еді арқылай? Сол адамның несіне кіреміз ғой. Жаңағыдай ішкі жан дүниесіне. Подружка боласың, араласасың, жайлап келіп, оның өзіңе тартасың ғой. Сөйтіп кездесуге шақырасың, офиске шақырасың. Офиске келген кейін бүткіл ақпарат сол жерде тыңдайды, массажды қабылдап көреді. Сол кейін ол айтады, мен сразу алам дейді, или ертеңге балам дейді, или ойланам дейді. Сондай. Мен айтып мен оңай келе салам деп ойлаймын. Инстаграмда себебі сіздің ойыңызға түсінді. Ол солай адамның қажет. Мынаған түсіндіріп бүйтіп, мен ашқан жоқ, қашан келесіз, сіз массажистті дедіңіз, сіз маған массажға келдіңіз. Сіз өзіңіз мұғалім, бірақ массажға мен бұл кісіге қызығу. Бұны қазір сіздің темаңыз қазір айтамын, қалай айтатынды. Біріншіден айтып алайын. Жарнама жасады, сізден сұрады, аппарат осындай мен аппараттураға ештеңе білмейді, бірақ сіздің істеген тірлігіңізге, жасап жатқан күнделікті өміріңізге, ортаңызға, күнде кафеге барып салады мысалға сондай қызыған адамдар болады. Дұрыс па? Жама хозяйкалер сондайға қызыған адам болады. Кейбіреулер ортаны іздейді, орта болғысы келеді кейбіреулер. Соның қара қызығып отырады да, бір күні шығар сіздерге. Міне мен де осындай, оғым келеді, маған үйретші деген сияқты. Сол кезде сіздер айтасыздар, пожалуйста, кел, бізде мықты мамандар бар, осы жерде диагностика қояды, саған осыны көрсетеміз, массажды өзіңе сезініп көресің деген сияқты айтасыздар, реклама жасайсыздар. Бұл жерде бізде не дейді, жан мен тәннің қажеттілігі. Бірінші біз жанның қажеттілігін анықтап алдық. Жанға не керек? Мысалға, жанға не керек? Жанға не керек? Барлығын анықтап алдық. Енді жан мен тән екеуі бірге қосылған кезде тән сізден ол кісі айырылмайды. Енді оның тәнін рахаттандыру. Шақырасыз, пожалуйста, келіңіз, немесе осындай деп шақырасыз. Офиске келеді, диагностика қояды. Если өздеріңіз диагностика қойсаңыздар, диагностика қойып алып, немесе мықты маманға диагностика қойдырып алып, пробный массажға жатқызамыз. Пробный массажды негізінде алып келген адам өзі жасау керек. Спонсорға лақтырып қояды. Себебі жан қалай айтсам болады, жан сол адамды таниды да оған не дейді, шошынбайды. Контакты бар да ода, оған сенеді. Жан сенеді.
мен бір рет массаж істеген адам басқа адамға жатпайды. Сол. Сол сияқты сіз алып келген адамға өзіңіз массажды өзіңіз жасауыңыз керек. Мысалы әкелді Эльмира ханым сіз жасайсаңыз дейді. Ол Эльмира ханыммен сөйлескен де жоқ, көрген де жоқ. Оның тәні оған қысылуы мүмкін. Себебі көрген жоқ Эльмира ханым, өз-өзіне қысылуы мүмкін. Мына жерім қазір мен ұят болып қалдым, мына жерім біртүрлі мен ауырым бар еді. Ана адамды таниды ғой. Таниды, ол екеуі көріп келді. Массажға жатқызасыз, сол жерде диагнозды қоясыз, енді қызық осы жерден басталады. Осы жерден басталады негізінде біздің ақыры жұмыс. Осы кезде жақсы ойлаған адамға несіне тисе, қажеттіліктер тисе, 100% сізбен жұмыс жасайды. Ол тура осы кезде. Міне сіз тауып алдыңыз, қажеттілігін білдіңіз, алып келдіңіз, көкшетпеге дейін алып келдіңіз. Оның бәрінің негізі жұмыс, кәдімгідей жұмыс, мынаған шығып, түсіндіріп айтып, көкшетпеге жатты. Көкшетпеге жатқан кезде жайлап біз ол адамның қажеттілігін уже білеміз, жайлап сұрай бастаймыз. Массажға жатқан кезде, массажға жатты адам. Массажға жатты. Диагнозға қойды, массажға жатты. Массажға жатқан кезде жайлап бастаймыз біз. Массаждың құндылығын айта бастаймыз. Бір істен емес, бір істен жаман емес. Давай, осы аппарат істеп жатыр, сен мынаны сатып ал да осымен өзің істе. Деген сияқты емес. Жайлап жаңағыдай қажеттілігіне жеткізуіміз керек. Ол қажеттілігін сіздер айтқан сияқты, ол қажеттілігін сіздерге айтпайды. Бірақ ішінен түйіп жатады ол адам. Бұның құндылығын жеткізген кезде ол ішінен түйіп жатады. Мынау маған керек екен ғой деген сияқты ойға жеткізу керек болады. Ойына салу керек. Міне осы аппарат саған керек деген ой сіз айтпауыңыз керек ол адамға. Ол сізге айту керек. Ол сізге айту үшін ол адамға дұрыс жеткізу керек. Массаж жасап бастауыңыз, жайлап бастайсыз. Бұл массаж күміс қолғаппен жасалған, күміс талшықтармен жасалған сізге массаж жасап жатыр. Бұл массаждың сіз бір рет қабылдаған кезде 10 ретке қол массажға тең келеді деп жайлап айтып бастаймыз. Одан кейін бұл массажсыз алған кезде сіз банка вакуумный массаж алғанмен тең боласыз, айтады нелер болады салған. Соларды айтып жайлап айтып бастайсыз. Ол бәрі түсініп жатқан кезде. Сосын екінші тағы айтатын нәрсеміз бұл мен аппараты мысалға массаж қандай ауруларды емдейді. Жайлап соны айта бастаймыз. Бұл менің өзімнің практикамда өткен нәрсе, соны сіздерге айтамын. Бұл мысалға ол адамның қай жері ауырады, именно соны емдейді. Мысалға оның қандай проблемасы бар, жағдай бойын анықтап алдық қой. Оның мысалға грыжасы болуы мүмкін. Грыжаны емдейді, ол ДЦП балдарды емдейді. Осындай аппарат деп жайлап айтып бастаған кезде ол жатып алады, ойланып жатады. Менің күйеуімнің грыжасы ауыр. Мен күйеуім керек екен ғой. Дұрыс па? Менің қызымның сколиозы бар, омыртқасы қисайып кеткен кішкентайынан бастап. Мен қызыма керек қой деген сияқты ойланады. Менің кішкентай баламның энурезі бар. Түнде сиіп қояды. Аппарат маған керек қой, соның бәрін емдейтін болса, неге мен мынаны өзім алып алмаймын деген ойға дейін сіздер жеткізу керексіздер. Бірақ сіз оның ондай нәрсесі бар екенін көп білемізбіз ғой, біз білмейміз. Бірақ соны айту арқылы оған ой жеткізесіз, ой тастайсыз. Міне ең соңында бәрі істеп болғаннан кейін жанның қажеттілігін бердік, тәннің қажеттілігін бердік, оған миына ой салды, міне мынау саған қажет. Мысалға Балзина ханым айтты, маған массажға келген, одан жайлап сұрай бастадым. Массажға айттым, осындай аурулар емдейді. Бұны обучение өткізуге болады. Сіз өзіңіз не жұмыс жасайсыз, қандай деп жайлап сұраған кезде Балзина ханым бір сөзінде айтып қалды. Менің арманым массаж оқу деді. Бөліп массаж оқу. Кішкентай кезден бастап мен сондай арманым бар еді. Вот міне сол бөліп ұстап алдым мен басқа нәрсе айтқан жоқпын, табыс туралы айтқан жоқпын, ДЦП сахар туралы айтқан жоқпын. Себебі оған керек емес ол нәрсе керек. Просто бөлін анықтап алу үшін соған дөп түсу керек. Міне бізде обучение өткізеді, керемет қытай мамандар өткізеді, бізде мықты мамандар бар. Сіз осыны болашақта осындай мықты маман иесі болып шығуыңыз болады.
қолмен массаж жасағаннан көп, тем более сіздің жасыңыз келген, ертең шаршайсыз, мынамен жасасаңыз сізде результат көп болады деген сияқты Балзина ханым айтты. Балзина ханым миына құйып алды. Жаңағыдай әңгіме себеп бұл бұрыннан келе жатқан өзінің арманы. Сол арманға дөп түсеміз деп болды. Сосын одан тұрғаннан кейін оның жаңағыдегі қажеттілігімен жұмыс жасай бастайсыз. Яғни біз спонсорға алып, негізі спонсорға жеткізбей, тур осылай схемамен жасайтын болсаңыздар, спонсорға жеткізбейді деп тастайсыз. Болды уже тұрақтан мақсат маған керек. Жансайхан массажға келді, түсіндірдім, айттым, ол тұрып та, нақат қаншаға сатылады деді. Қаншаға сатылады, мен алуым керек, маған керек деген сияқты. Сол сияқты сіздерде спонсорға жеткізбей, оны өзінің қажеттілігін анықтау арқылы жеткізбей, яғни сіздің партнеріңіз болуға болады. Партнеріңіз өткенге болады. Бұл негізде бұл ақпарат, одан кейін уже бұның құндылығын тереңдетіп түсіндіре бастайсыздар. Бірінші кезде адамға тереңдетіп түсіндірудің қажет жоқ. Ол бәрін түсінбейді. Терең, мысалға, миллиондар бар, анау бар, сен андай ауруды жазағасың, бүйтесің дегенде тереңдетпей, жайлап, шақ-шағымен, аз-аздан, кішкентай балдар мысалға жүруге үйреткенде жайлап жүріп үйретеміз ғой. Жай тайтай ол тұлға болып шығады мысалға. Сол сияқты бұл жерде жайлап, бойына кіріп, анықтап, адамды солай тауып, алып келетін болсаңыздар, тур осылай жұмыс жасайтын болсаңыздар, ол адам сізбен 100% партнер болады. Сөйтіп өзіңізге тіркеп аласыз. Одан кейін ең қызығы басталады дейсіз. Миллиондар басталады. Одан кейін мына кісі тіркелді. Енді бұдан кейін арғарап үйрете бересіз. Арғарап күрлеріңізді үйрете беріңіз одан кейін. Бірінші жайлап алып келіп алыңыз, оны анықтаңыз, сөйтіңізде тіркеліңіз, ол арғарап енді осы кісімен жұмыс жасаңыз. Мысалға сіз кеше тіркелдіңіз, кеше босаттан тіркелдіңіз. Енді сіз енді арғарап қалай жұмыс істеуіңіз керек. Сіз мысалға понедельниктен бастап бір адам алып келіңіз. Понедельник күні бір адам алып келіңіз, өзіңізге мыналардың ішінен мынаны анықтап алыңыз, сіз мыналарды анықтап алыңыз, мыналарды анықтап алыңыз да сіз понедельник күні бір бауырыңызды алып келіңіз. Жансая ханым сізге массаж үйретеді. Жансая ханым сіз массаж жасайсыз ол бауырыңызға, Жансая ханым айтып отыр. Диагностика қоямыз, өйтеміз, обучение сен өтесің, мынасы мынандай бар екен, бұл мынандай ауруларды емдейді, бүйтеді деп, ол адамға сіз массаж жасап жатқан кезде Жансая ханым айтты. Ана адам, сіз жатқан адам, ол жатып алып, Жансая ханым айтқанын тыңдап жатады. Тыңдап жатады. Мына жерде оқу бар екен, обучение бар екен, мықты білім бар екен, андай бар екен, андай бар екен. Ол өзінің ең бірінші өзінің семьясын түгелдей бастайды. Мына бір жағы не дейді екен ғой, менің ана бір бауырым бар ғой, мен соған айтайын да деген сияқты ертең күні сіздің клиентіңіз болуы мүмкін. Сол сияқты келесі күн тағы да бір адам, үшінші күн тағы да бір адам, солай кете береді. Құдай қаласа. Осылай жұмыс жасасаңыздар, партнерлар сізге чтобы адамдар сізге сеніп келу үшін, надо быть продуктом своего продукта. Соны айтып кетеміз. Осы компанияның өздеріңіз қолдануыңыз керек, ішуіңіз керек. Біз өзіміз әдемі болмаса. Мұнда айтып кетейін. Мысалға, сіз біріншіден сіз өздеріңіз қолданып көрсеңіздер, жаңағыдай байланып тұрған дұрыстайда, сіз уверенно айта аласыз. Бірақ бар да бұны чем продукциямен беріп, партнерді шақырғанын көріп, бізге аппараттық предлагать етіп шақырған тезірек. Ешіндейсіздер ғой? Продукцияны бересіз, сіз бір ай результат күтесіз, ол ішеді, сөйтіп жүргенше ол айнықталады. Ал сізге массажға келді ма, массаждан 10 минутта сынаған адамдар. Жан мен тән қалауын алған кезде, болды мен аламыз да, мысалға жан тәннің қалауы орындалды, сөйтіп та аламыз. Ал продукция берген кезде продукцияның результаты күту керек. Ал массаж ол моментальный результат береді. Моментальный жеңілдік береді адамға, ауыратын жері басады, қолын көтере алмай дегендер қолын көтереді, грыжа ұстап қалғандар моментальный грыжа қояды, седалищный нервтен қысылып тұрғандар мысалға қаншама случай бар, бәрімізде бар ғой, сразу жібереді, просто аппаратты моментально өткізеді. Чем продукцияға қарағанда. Продукцияны потом уже қосымша ретінде айтсаңыздар болады.
бұл қосымша бізде қандай опция бар, қандай нәрсе бар деген сияқты оны қосымша айтасыз. Сұрақтарыңыз бар ма? Менде сұрақ бар. Иә, сұрақ қойыңыз. Саламатсыздар Қайсысы? Гүлжан ханым, Иә. қандай фишкаңыз бар? Ал, Адам шақыратын кезде қандай фишка пайдаланасыз? қандай фишка? Ешкім айта бермейтін нәрсеңізге Фишка демалмайды. Қандай фишка? Мен фишкамды айтайын. айтыңызшы. Маған айтатын едіңіз ғой, айтпаңыз. Ойнап жатыр. Ол фишканы біреуіңіз күлуіңіз мүмкін. Ойнап жатырмыз. Бірақ ол фишка жұмыс жасайды. Ол фишка жұмыс жасайды. Ең бірінші менің қолданатын фишкам, мысалға WhatsApp-та көріп отырады ғой сізді. Көріп отырады, бір адам көріп отырады. Сөйтіп бір видео саласын көріп отырады, келесі видео саласын қарап отырады. Бірақ басқа адамдар көрмейді ол видеоны. Қанша видео саласын көріп отырады бір адам. Бір адам көріп отырады. Сол адамға не дейді? Ой тастайды. Ой тастайсың. Визуализация. Визуализация емес, қалай айтсам болады. Ойша, мысалға, Ішкі жан деген ма? мысалға мені күнде бір әйел келіншек қарап отыр. Сіз оны қарайсыз да оған, әйелге бұл не үшін керек? Керек ол керек болған соң қарап отыр ғой, бекет қарап отырған жоқ негізінде. Керек болғаннан кейін қарап отыр ол. Сіз әйелге статусқа мысалы қарап отыр. Инстаграм болсын, не болсын, бәрі қарап бақылап отырады. Сіз әйелге ойша ой тастайсыз. Әйел деген трубкада шығарып аласың. Бұл ақпарат негізі саған қажет. Сен осы алатын болса, сен осы нәрседен жұмыс істей аласың. Әйел, сен ертең маған хабарласасың да, маған қанша тұрады менен сұрайсың деп жіберсеңіздер істеген тойға. Ол енді өзім жеке. Ол жұмыс жасайды. Солай сізден мысалға мен Тагаева Мариям дейтін қызды Жетісайда, Қызылордада тұрады ол қыз. Сол мен бұрын Мерси деген компанияда істеген, сол жерде ол қыз менің спонсорым болып істеген. Одан кейін уже 3-4 жыл өтіп кетті, ол қыздың мен контакты ештеңе жоқ, танымай, уже арасында кеткенімізді 3-4 жылдан бері. Бір инстаграмға таргет жіберген кезде менің инстаграм көріп қалғанда маған қосылады. Сөйтіп Гүлжан ханым қалайсыз, саламатсыз, не жұмыс жасаватсыз деп сөйлестік, осындай күшті жұмысына келесіз, сөйлестік, болды, ағат жоқ. Мен сол кезде есте болған бір естің құлаға кетсем, мен кел давай екеуміз жұмыс жасайық, может ақпарат бар, анау бар, мынау бар дейтін болса, ол қабылдамайды. Мен оны просто алаңда жіберіп аламын. Сөйтіп ол қыз менің әр видеомды қарап отырды. Сосын мен оған айттым, Тагаева Мариям, саған осы ақпарат керек, саған бұл ақпарат не үшін керек? Сен маған ертең жаз, саған не үшін керек екенін ертең маған жаз деді. Сөйтіп оған негізі барады. Менің айтқан, менің ойлаған нәрсе ол адамға барады, ол жұмыс жасайды. Сосын ертесіне, 2-3 күн өткеннен кейін именно Жансаяның видеосын салдым. Аутизм емделеді деген Жансаяның парақшасының алдында мен просто сториске белгі қоя салдым. Сол жерде ол қыз көріп, мысалға Тагаева Мариям көріп отқан болса, прямой эфирге қарап отыр, именно Жансаяның видеосынан маған шықты. Менің осындай проблема бар еді, осымен сізбен қалай жолықсам болады, қалай сөйлесек болады деген сияқты. Мысалы сол жұмыс жасайды. Сөйтіп қазіргі таңда Қызылордада сол қыз менің партнерім. Бұл енді барлық адамды жұмыс жасамауы мүмкін, бірақ сіздер бана жайлап бастасаңыздар, ақыры бәрі жұмыс қойып тыңдағандарыңызға барлықтарыңызға рахмет. Жаңа айтып жатырсыз ғой сіз ше. Рахмет. Мысалға келеді ғой адам. Гүлжан ханым сатасыз да ғой енді. Гүлжан ханым